Былай айтқан кезде көшеде көркем мінезді, үйде көркем мінезді емес қой. Жалпақ тілмен айтқан кезде осы адамдарды біз 200 адам деп айта аламыз ба? Маған ең жақындарың мінездерің ең көркем дегендерің деп мақтап кеткен. Көркем мінез дегенде біз адамдардың ұрыспайтын, сондай жуас, момын деп сондай адамды ойлауымыз мүмкін. Сабырлық қылу дегенді қорқақтық деп түсінеміз ба? Или бұл екеуінің шекарасы қай жер? Сендердің араларыңдағы ең жақсы адам деген қайырлы деген сөз, одан жақсылық көп тарайтын, шығатын адам, бұл өзінің отбасына жақсы болған адам. Пайғамбарымыз айтады ғой, лейса шадиду бис-сура. Кез келген адамды құлата беру, күштіліктің белгісі емес дейді. Брат, мына бүйтіп істеді десе, ашуланып кеттің дейтіндер бар ғой бір. Сөйтіп сол ашуланып кете беретіндерге. Шариғат мүлдем ашуы жоқ адамды жақтырмайды. Адамда мынандай нәрсе болмайды дейді, тұрып қалу деген нәрсе болмайды дейді. Не ол үнемі алдыға жылжып дамып отырады, немесе артқа кері кетіп отырады дейді. Сонда мінезді өзгертуге өзің жұмыс істеуіне Аллах Тағала қабілетті де берген, уақытты да берген, мүмкіндікті де берген. Ризығың артады десең, біраз адам көркем мінезді болайын деп тұр ғой қазір. Қазіргі өте актуальный тема ғой. Кімге не істете алмай жатсаң, соған ризығың артады деп айтсаң, соған бірден істей бастайды ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Имандас подкастының келесі шығарылымына қош келіпсіздер. Сіздерді осында көріп отқанымызға қуаныштымыз. Алла қаласа бүгін біз кезекті қонағымыз Ғазиз имаммен имандасамыз, сөйлесеміз, әңгімелесеміз деп отырмыз. Өздеріңіз білетіндей, біздің Ғазиз имамымыз 20 жылға жуық уже халыққа осылай діннің жайылуына өз үлесін тигізіп келе жатқан осындай біздің ағамыз. Қош келіпсіз. Одан кейін баршаңыз білетін менің осы жобадағы, осы подкасттағы сенімді серігім Еркебұлан Ұстаз. 10 жылдан аса уақыт Нұрбара университетінде дәріс берген, қаншама шәкірттердің шығып осылай елге, жерге, діннің жайылуына үлес қосқан. Үнемі айтып жүремін, спортик, тренировкасын қаза қылмайтын біздің жан-жақты ұстазымыз. Қош келіпсіздер. Бүгін Алла қаласа сіздермен көркем мінез туралы сөйлессек деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі кезде енді ол да бір проблемалардың бірі ғой. Соған енді бірінші сұрағымнан бастасам, жалпы көркем мінез деген не, қалай сипатталған дінімізде? Ол көркем мінез деген қалай болу керек, оның параметр бар ма? Мынау көркем емес дейтін. Бисмилля. Жалпы енді адамды алатын болсақ, Аллах Тағаланың ең керемет туындысы деп айтайық. Ең жаратылыстардың ішіндегі ең керемет жаратылған бір тұлға деп алсақ, сол тұлғаға Аллах Тағала жердің бетіне жібергеннен кейін оған бұйырған бұйрықтарының ішіндегі ең кемелдісі деп алсақ, осы көркем мінез. Оның Аллах Тағала қалағандай дәрежеде өзінің сипаттары бар. Оны бір ауызбен айта салатындай емес, көлемі өте кең көркем мінездің. Бұның жаңағы сауабы жағынан алатын болсақ, Аллах Тағала Құранда осы бүкіл көркем мінездерді айтып кеткен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көркем мінезді мақтап кеткен, және осы адам дүниемен ғана шектелмейді, мәңгілік адам ғой енді. Бұл таусылмайды. Жаны шығады, сосын қайтадан тірілтіп алады деген нәрсе бар ғой. Сол тірілген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қасы ең жақсы, ең адамға жайлы жер пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қасы болатын болса, маған ең жақындарың мінездерің ең көркем дегендерің деп мақтап кеткен, және жәннаттың ішіндегі төрінде үлкен сарайға ие болуға осы көркем мінез адамға пайда береді. Демек, көркем мінезді бір ауыз сөзбен жеткізетін болсақ, осы дүниеде адамға тән қасиеттің бәрін және Аллаға ұнайтын қасиеттердің бәрін өзінің бойына жинауды айтсақ болады. Көркем мінез деп бір ауыз сөзбен айтатын болсақ. Арғы енді анықтамаларын айта берсек болады. Бірақ ауыз сөзбен айтқан кезде, көркем мінез дегеніміз не деген кезде, сені ашуландырып, саған жаңағы бермей қойған, сенімен қарым-қатынасын үзген кісілердің барлығымен қарым-қатынасыңызды жалғастыру десек болады бір ауыз сөзбен. Жалпы жақсы дұрыс айттыңыз. Алла разы болсын.
Алла тағала иншалла осы жерде айтылатын әңгімелерді, мәліметтерді баршамызға пайдалы етуді нәсіп етсін. Амин. Анау енді араб тілі маманы болғаннан кейін осының бір мінез деген нәрсеге кезінде бір тоқығанымыз бар еді осыған қатысты. Сонда анау араб тілінде хулуқ деген сөз бар, және холиқ деген сөз бар да. Екеуі негізі бірдей. Бірақ айтылуында тек қана харакаттар әртүрлі да. Хулуқ деген адамның мінезі, ішкі жан сұлулығы. Ал енді холиқ деген адамның кәдімгі дене бітімі да, жаратылысы. Екеуін Алла тағала сондай Алланың қалауымен сондай бір сөзден түбірден шығарғанда, демек адамның мынау көркі сұлулығы ол денесіне, тәніне қатысты болған болса, хулуқ деген нәрсе оның ішкі жан дүниесіне қатысты дейді. Жалпы бұл көркем мінез дегеннің өзінің несі кең ғой, мағынасы өте ауқымды. Әрбір адам өзінше сұлу болған сияқты, әрбір адамның өзіндік бір жақсы мінезі болады. Бүкіл мінез бір адамның бойында көркем мінез табылмауы мүмкін, бірақ кейбір жақтары оның не болады, басымырақ болады да. Осы жерден ғалымдар айтады, осы мінезге қатысты, ислам әдептеріне қатысты зерттеген ғалымдар, адамның бойында мына бір 4 мінез табылған болса дейді, ол басқа көркем мінездердің содан тармақталып шығуына себеп болады дейді. Ол қандай деген кезде батылдық дейді. Шәжаға, бұл енді адамның харизмасы да. Біздегі алаштардың кезіндегі айтқаны халыққа қызмет ету неден деп айтады? Мінезден дейді. Мінезден деп айтуы, сол нені харизма, батылдық, өжеттілік деген нәрсені меңзеп тұрса керек та. Өйткені батыл адам ғана ол шындықты тайсалмай айтатын болады. Ол жалғанды көрген кезде үндемей өтпейтін болады деген сияқты. Яғни оған да бір не керек екен? Харизмасы мықты, сондай-ақ батылдығы, өжеттілігі жақсы пенде керек. Екіншісі қандай дегенде бұл арлылық дейді да. Айфа, жалпы араб тілінде. Осы арлылық болған кезде ол неге бармайды? Біреудің ақысын жеуге, болмаса артық жалпаңдап жағымпаздану, пара алып кету деген сияқты нәрселер оның бойында кездеспейтін болады дейді. Және одан кейінгісі жаңағы сабырлық деген мағыналар кетеді. Енді бұл да бір өте үлкен тақырып. Негізі сабырлықтың өзі, батылдықтың өзі бір тақырып. Оны қалай бойымызға сіңіреміз, қандай әдіс тәсілдері бар деген сияқты. Одан кейін барып жаңағы сабырлықтан кейін барып оның ұстамдылығы да. Міне осындай бір 4 мінез адамның бойында егер берілетін болған болса, қалған мінездерді ол қалыптастырып алу өте бір қиындық тудырмайды дейді оған. Енді жалпы осыған қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеген нәрселерді айтады ғой, әркімнің өзінің мінезіне қарай. Тағайындаған кейбір қызметтерге көтере алады деген сияқты. Кейбіреу сұрап келген кезде бермей қойған. Мысалы, оның мінезі оны көтере алмайды да, өйткені мінезі оған лайық емес деген сияқты. Енді бұл мінез жалпы 2 түрлі болады да. Алла тағаланың тарапынан оның табиғатына салынған мінез болады. Біреулерге ол сабырлық туралы тақырып немес, қатты бір мәселе емес. Өйткені оның табиғаты, болмысы сондай сабырлы адам да. Енді біреулерге не істеу керек болады? Сол сабырды бойына сіңіру керек болады да. Енді біреуге ұят деген мәселе, оған Алла тағала беру мүмкін, басқалардан ерекше қылып, ұяң, мысалы, әрбір сахабаны алып қарайтын болсақ, өзінің бір мінезімен ерекшеленген ғой. Абу Бәкір шыншылдығымен, Омар өзінің қара қылды қақ жаратын әділдігімен, Осман радиаллаху анху өзінің ұялшақ ұяңдығымен деген сияқты. Міне сөйтіп Алла тағала кейбір адамдарға сондай бір мінезді ерекше қылып береді екен да. Ал бірақ мен сондаймын деп айту ол шариғатқа да адамдық қасиетке де сай келмейді. Яғни мен осындай дөреқпін, сен бетіңе кез келген нәрсені айта берем деп солай жүре беру, бұл бір нәпсінің қалауы да. Одан кейін мінез жалпы бұны әр мінезді әртүрлі жолдармен сіңіруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір несінде айтады сөзінде, иннамал илму биттааллум, анығында білім үйренумен келеді.
дейді да. Хилм деген жұмсақтық қой. Жұмсақ. Демек мінез бұл үйренетін нәрсе екен да. Жұмсақтықты да сол жұмсақ болу арқылы әрдайым жұмсақ болғың келмей тұрса да өзіңді соған мәжбүрлеу арқылы. Мен басында қиын болуы мүмкін, бірақ кейін уақыт өте келе ол сенің өзіңнің жалпы бойыңа біткен бір мінез болады екен да. Сондықтан жаңағы не айтайын деп едім тағы да. Мынандай бір қарапайым мысал келтірсек болады. Көркем мінез дегенде біз адамдардың ұрыспайтын, сондай жуас, момын деп сондай адамды ойлауымыз мүмкін да. Көнбіс біреуді ойлауымыз мүмкін ғой. Көнбіс да. Бірақ жаңағы осы саланы зерттеп жүрген ғалымдар айтады, ол жарайды сондай дейік. Жуас, сондай ешкімге зияны жоқ, пайдасынан басқа зияны жоқ дейді. Бірақ жеке қалған кезде күнә істеп қойса дейді, бұл көркем мінезге жатпайды дейді. Екінші тағы бір мысал, енді өзіміздің күнделікті өмір тіршілігіне алып қарайтын болсақ, автобусқа кірген кезде, енді сіз жас адамсыз да, жігітсіз, немесе жаңағындай жас жігітсіз, бірақ автобуста сіз жаңағы қоғамдық көлікте отырған кезде үлкен кісі кіріп келді. Басқа орын жоқ. Сіз көріп тұрсыз. Енді сол жерде сіз автоматты түрде ойланбастан ана кісіге орын берсеңіз, бұл онда сізге жаңағы үлкенді құрметтеу, кішіге ізеттілік таныту мінезі саған қалыптасты деген сөз дейді. Машалла. Бұны біз көркем мінез деп те айта аламыз дейді. Адамның табиғатынан автоматты түрде шығып кету дейді. Ал енді ол жерде адам үлкен кісі кіріп тұр, сіз көрдіңіз да, берсем бе екен орын, бермесем бе екен дедіңіз, ойландыңыз кішкене, бірақ соңында не істедіңіз? Бердіңіз. Бұл әлі көркем мінез қалыптастыру жолындағы адам дейді да. Соған жұмыс істеп жүрген адам, иә? Әлі қалыптаса қойған жоқ дейді да. Кез келген уақытта одан не кетуі мүмкін, тайып кетуі мүмкін деген сияқты. Сонда ғалымдарымыз осындай бір не береді, жаңағыдай анықтамалар көркем мінезге қатысты. Келесі сұрақ. Қазіргі кезде енді кейде өзімізде де болып қалады. Әйтеуір бұл нәрсені енді айтайық, басқаларда да бар шығар. Үйде, көшеде енді адамдармен қарым қатынас күшті, жақсы да, бірақ үйде мүлдем басқа адам. Үйде ашуланшақ, мінезін көрсетеді. Былай айтқан кезде көшеде көркем мінезді, үйде көркем мінезді емес қой. Жалпақ тілмен айтқан кезде осы адамдарды біз 200 адам деп айта аламыз ба? Бұлар және де бұл адамдар үйде де көшеде де бір адам болу үшін бір не істеу керек, қандай әрекеттер жасау керек? Осын бір айта кетсек. Бұны енді қазір мен айтып өтейін, сосын Еркебұлан сіз өзіңіз толықтырасыз. Жалпы Хузайфа радиаллаху анху келе жатып, пайғамбарымызға келе жатыр дейді да бір күні. Сосын жаңағы Абу Бакр шықты дейді алдынан. Қайда барасың деген кезде, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасындағыдай мінез жоқ менде. Үйге барсам бөтенмін деп бір нені айтады, оқиғаны. Сол мен 200 шығармын дейді. Сосын бізде сондаймыз дейді ғой, Абу Бакр радиаллаху анху. Сөйтіп екеуі бірге сұрақпен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасына барады ғой. Сонда жаңағы бұл дүниелік те бір оқиғалардың болатындығын, әрқашан жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасындағыдай кімде кім болса, сонда төсектерінде жатқан кездерінде періштелер келіп амандасып кететіндей дәреже береді Аллах тағала деген оқиғаны айтып береді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Соған енді әрбір нәрсені біз ол 200-ді деп айта алмаймыз негізі. Осылай ойлаймыз. Тек қана жаңағы осы мәселеде адам өзін дамыту арқылы әрқашан жаңағы Аллах тағала көріп тұрғандай дәрежеге жете алатындығын айтыпты ғой. Сондай дәрежеге жететін болса, онда Аллах тағаланың беретіні сөзсіз көптеген мәселелерді, көптеген жақсы ғибраттарды, жақсы нығметтерді Аллах тағала беретіні сөзсіз. Енді отбасында енді ол белгілі, өзі адам некелескенге дейін өзінің жаңағы болашақ жарымен танысқан кезінде белгілі ғой, өзі кездесіп жүрген кезінде, хитба дейді ғой, кездесіп жүрген кездерінде өзімізді жақсы көрсетуге тырысамыз, жақсы мінездерді көрсетеміз, ең әдептіліктерді көрсетіп жүреді да, сосын неке қиылғаннан кейін, бұл енді кейбір ғалымдар айтады, сол некелескенге дейін шайтан оны азғырмай қоя тұрады дейді негізі.
неке қиылған күннен бастап оны шайтан бастайды дейді. Өйткені іблістің әскерінің ең құрметтілері ерлі зайыптылардың арасына от салу екен да. Соған неке қиылған күннен бастап отбасында дөрекі сөйлеуді бастайды екен да адам. Соған ғалымдарымыздың айтуы бойынша ең жаңағы мынау көркем мінез ғой тақырып. Көркем мінезге жету үшін адам мынау тәнін күшейту үшін жаттығулар жасайды ғой. Бір залдарға барып жаттығу жасап жатады, витаминдер ішіп жатады. Сол сияқты сенің рухыңды да сондай дәрежеге жеткізу үшін, көркем мінезге жеткізу үшін оған да жаттығу керек екен да. Сол жаттығуға ең лайықты отбасың дейді ғой. Сонда жаңағы шайтан азғырады, отбасыңа некеден кейін азғырады, ең дөрекі сөйлейтін кісің әйелің болып қалады сол кезде. Неғып тамақ істемедің, неге киімді үтіктемедің, неге тез шықпайсың деген сияқты соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алдын алып, осы жаңағы таразда ең ауыр тартатын амал болып тұр, көркем мінез деген нәрсе алдын алып, бір-бірлеріне жылы сөйлеген сайын Аллах Тағала дәрежелерін жоғарылата береді ғой деп, ана проблеманы шешеді Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Аллах Тағаланың қалауымен. Бір-бірлеріңді кешіріп жіберген сайын, қандай бір біреу сөйлеп қойса, екіншісі кешіріп жіберіп отыру керек екен, сонда ырзықтарыңды көбейтеді ғой дейді Алла Тағаланың елшісі айтады. Солай осы мотивация береді отбасыларына. Сонда жаңағы отбасында ең жалпы көркем мінез деген нәрсені жердің бетіне жаю үшін отбасынан баста деп тұр ғой. Отбасында жаттығудың ең үлкен бір дәрежесі отбасында екен ғой. Сонда жаңағы отбасында басында болады дөрекі сөйлеп қою мүмкін. Отбасында қатал болып, сыртта жылы сөйлеп жүрсе, оны бірден кесіп, ол екіжүзділік қой деп айтпаймыз. Ол жаңағы бірақ келу керек. Әрекетін жасау керек. Сырттағы дұрыс болмай қалады ол, негізі Алланың алдында. Бірақ бірден 200 деп айтпастан, ана отбасынан басталу керек болған нәрсені біз насихат етіп ұсынуымыз керек. Отбасында ең жылы сөйлеуге лайықты ол отбасы. Ең жаңағы әдемі мінезді көрсететін жер ол отбасы. Әйелі мен бала шағасына сондай көркем мінездер көрсететін болса, сондай адам сыртта мәселе болмайды. Мәселе болмайды. Одан кейін жаңағы шынайы жасайды. Отбасында соны үйренсе, жаңағы тренировкадан шыққан кісі сияқты ғой, шыққан солай жасау керек негізі. Қосып кетіңіз еге. Машалла, жақсы, Алла разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді осы тұрғыдан алған кезде өте бір не ғой, жарқын үлгі деп айтсақ болады. Пайғамбарымыз адамға бір баға берген кезде критерийлер болады ғой. Соның ішінде мынандай бір нәрсені айтады да: хойрукум ли ахли. Сендердің араларыңдағы ең жақсы адам деген хайырлы деген сөз, одан жақсылық көп тарайтын, шығатын адам, бұл өзінің отбасына жақсы болған адам. Жақсы деген сөздің несінде жаңағы көркем мінез құлқы, қарым қатынасы, айтатын сөзі, істейтін амалы барлығы қамтылып тұр ғой. Онда пайғамбарымыз не деп айтқан екен? Мен сендердің іштеріңдегі отбасыма ең жақсы адаммын деген екен да. Уана хойрукум ли ахли деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді келуіндегі бір миссия, ең бір жаңағы несінде айтады, бір хадистерінде келеді ғой. Бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ. Мен көркем мінездерді толықтыру үшін жіберілдім дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни соның ішінде Айз имам айтқандай, адамның отбасымен ең бірінші қарым қатынасы түзелген болса, онда сыртта оңай болады. Ал бірақ керісінше болатын болса, онда ол жаңа көркем мінезді деп айтамаймыз да оны. Енді анау көркем мінез дегеннің ішіне жаңа сабырлық, ашуланбау, ашуды жеңу дегендер кіреді ғой. Оған жаңа сіз батылдық деп өзіңіздің сөзіңізде айтып кеттіңіз. Енді осы сабырлық қылу дегенді қорқақтық деп түсінеміз ба, или бұл екеуінің шекарасы қай жер? Мысалы үшін қай жерге дейін сабырлық қылу керек, қай жерден кейін сабырлық қылмау керек? Мен сонда сабыр деп ана біреу келіп сенің намысыңа тиетін нәрсе айтып жатса да сабыр етіп отыруым керек па? Ол қорқақтыққа жатып кетпей ма? Жалпы бұл нәрсенің шекарасы қай жерге дейін болу керек? Сабыр сақтаудың, ашуланбаудың.
бұл жерде енді өте дұрыс айтасыз. Мынау сабыр деп, көркем мінез деген нәрсе, көркем мінездің ішіне бірнеше қасиеттер, сипаттар кіреді ғой. Соның ішінде рахымдылық, мейірімділік, адалдық, әділдік, жұмсақтық, ұят, осы сипаттар, осы сияқты бірнеше сипаттар кіреді. Соның ішінде батырлық та кіреді көркем мінездің ішіне. Батыр, яғни сабыр, жаңағы қорқу мен сабыр етудің ара жігін ажыратып алатын адам. Егер де ол адам енді Алла тағаланы мойындаған, Аллах тағаланың осы сауаптарына кенелемін деп жүрген адам, ол міндетті түрде осы көркем мінезді бойына сіңіре бастайды. Көркем мінездің ішінде жаңағы сипаттардың бәрі бар. Демек, былай айтсақ болады, бір кісіден күші жағынан да, дәрежесі жағынан да ол сенен ас тұрса, оның алдында сабыр ете салдың деу оңай. Мен сабыр еттім, тоқтай салу оңай. Ал сабыр, жаңағы көркем мінездің ішіндегі сабыр дейік, ол бір сіздің әліңіз жетіп тұрған, сіздің дәрежеңіз жағынан да оны бір жазалап жіберуге күшіңіз жетіп тұрған кезде, солардың ішіне тіпті әйелді де кіргізсек болады. Әйел деген кісі әлсіз ғой енді, балаларымызды кіргізсек болады. Одан басқа бауырларымыз, бір әлсіз кісілердің барлығын алған кезде, солардың алдында Алла үшін өзіңізді ұстамдылығыңызды көрсету, осы сабырлық қой. Бұған енді жетуге біраз мотивациялар керек адамға. Бірақ енді иншалла ара жігін ажыратып алу үшін ең бастысы Аллах тағаланы мойындаған кісі, әлгі кісінің сізге күші жетпей тұрған кезде, сіз соның әр айтқан сөзіне, сізге бір қарсы, сіздің жаңағы мінездеріңізге қарсы, сіздің бұлай адамдық тәніңізге қарсы бір сөздер айтқан кезде, Алла үшін қоя салайыншы осыны. Алла мені кешірер ме екен деген сияқты, Алла менің дәрежемді өсірер ме екен деген сияқты, іштен тез арада сондай бір қасиет оянатын болса, сол сабырлық негізі. Ал қорқу, ол жаңағы сізден күші жетіп тұрған кісінің алдында, бірақ сабыр еттім дей салу, ол сабыр болып есеп бермей қалуы мүмкін да. Енді қорқақтық, сабырлық, Азиз имам айтты ғой, енді өте несі анық деп ойлаймын, иншалла. Шамаң жетіп тұрып, өзіңді тоқтата алу, ол бір батырлық, және шамаң жетпей тұрып, ол жерде сабыр сақтадым дейса, ол енді ол жерде сәл сабыр дегенге нақты айта алмаймыз да. Шамаң жетпесе былай да былай сабыр сақтайсың. Бірінші шамаң жетпей тұрса, шамаң жетпей тұрса, басқа амал жоқ дейсің. Көнесің деген сөз ғой. Көнесің, сабыр демейді, оны көну дейді ғой. Пайғамбарымыз айтады ғой, лейса шадиду бис-сура. Кез келген адамды құлата беру, күштіліктің белгісі емес дейді. Иннама шадиду инда ман ямлику нафсаху инда садматил ула. Ең алғашқы соққыда өзін өзі ұстаған адам, эмоциясын басқара алатын адам, ол бір сабырлы айтады да. Сондықтан бұл, яғни жаңағы нәрсеге келіп тұр ғой, шамасы жетіп тұр, бірақ өзін өзі ұстап тұр деген сияқты, өз-өзіне шамасы жетіп тұр. Енді сабырлықты енді былай қорқақтық болды әңгіме, жарайды, болды, арқылы кеттік. Қазір енді анау ашулансам өз-өзімді ұстай алмаймын, ашуланып кеттім деп, ертесіне брат мына бүйтіп істеді десе, ашуланып кеттім дейтіндер бар ғой бір. Сөйтіп сол ашуланып кете беретіндерге ашуын жеңетін бір нелер ұсыналамыз ба, бір лайфхак дейді ғой қазіргі тілмен айтқан кезде, сондай бір нәрселер ұстанамыз ба? Ашуын жеңе алмайтын кісілер не істеу керек? Ашуланған кезде алғашқы қадамдар қай жақтан басталу керек? Қарекеттер қалай болу керек? Бұл ашуды ұстау да көркем мінезге жатады емес пе жалпы негізі? Ашуды жұту негізі көркем мінез. Дер кезінде негізі былай ғой, шариғат адамның мүлдем ашуы жоқ адамды жақтырмайды. Менің ашуым жоқ, мен еш нәрсеге ашуланбаймын деген адамды шариғатымыз жақтырмайды. Керек кезінде ашуланатын кез болады.
сенің отаныңды біреу таптап жатса, дініңді таптап жатса, отбасыңа біреу қиянат жасап жатса, ол кезде мен ашуым жоқ мен деп тұру, ол жақсы емес амал болып есептеледі. Енді керек кезінде ашуды жұтатын кездерді Аллах тағала ұнайтын кездер болды. Ол кадиминал ғойз дейді ғой Аллах тағала Құранда. Демек, ашуланған кезінде деп айтуы Аллах тағаланың менің құлдарының ішіндегі өзінің жаңағы үлкен дәрежеге жететіндерінің сипатын ашуланған кезде ашуын жұтады дейді. Ашуланған кезде ашуын жұтады дейтіні сондай бір керек кездер болады екен да. Мысалы, жаңағы басы ең жаттығуды жасайтын кез отбасың дедік қой. Сол отбасында әйелің ашуландырса, бір туған бауырың, бір досың ашуландырған болса, сол ашуландырған кезде өзінің ашуыңды жұтатын болсаң, демек сізге үлкен дәреже берілейін деп тұр деген мотивация ойлану керек адам соған. Бұл мінез менде бар, бұл өзгермейді деу дұрыс емес. Бұл өзгереді, өзгеретін болғандықтан жаңа Еркебұлан ұстаз айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен мінездер, көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін келдім дедіңіз ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек өзгерту үшін келіп тұр ғой. Өзгертіледі, ашуды дер кезінде ұстауға ең жақсы мотивация деп айтайықшы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады бір хадисінде, кім мінезін әдемілейтін болса, көркемдейтін болса, жәннаттың ең төрінен зәулім сарай салынып беруіне мен кепілмін дейді. Жаңағы осы хадистің алғашқысында айтады, кім өзінікі дұрыс бола тұра, өзінікі дұрыс, менікі дұрыс деп есептеп тұрмын, дұрыс, солай бола тұра дау болып кетпесін деумен өзін өзі басқан кісіге жәннаттың шетінен зәулім сарай салып беруіне мен кепілмін дейді. Ойнап болса да өтірік айтпаған кісіге жәннаттың ортасына үй салынып беруіне мен кепілмін дейді. Және мінезін әдемілеген кісі, мінез көркем деген нәрсеге жаңа сіз айтқандай, оның ішіне ашуын басу, жұмсақтық, әділдік, рахымдылық бәрі кіріп тұр ғой. Демек, осы хадисті, осындай Құранда келген, хадисте келген, осындай гарантия беріліп тұрған нәрселерді еске алу арқылы тез тоқтата аламыз. Ал осы Құран мен хадистен басқа бізді тоқтататын нәрсе жоқ. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, я Алла, менің мінезімді әдемілейтін өзің ғанасың, менің мінезімді әдемілеп берші деген сөзі. Демек, осы Алла тағала арқылы біз өзімізді осылай, оның сөзі арқылы, пайғамбар, оның жіберген пайғамбары арқылы, оның берген үлкен уәделері арқылы өзімізді тоқтатмасақ, басқа бір дүниелік мәселелермен де тоқтатуы мүмкін. Біреу мен саған үлкен мынандай сыйлық берем, сен осы нәрсені бір ай тоқтата тұршы десе, бір ай ашуланбай жүруі мүмкін ғой адам. Бірақ анау тоқтаған кезде қайтадан ашуланамыз. Бірақ анау ақиретімізді ойлайтын болсақ, жәннаттағы үлкен дәрежелерді, сол жақтағы үлкен бір байлықтарды ойлап, сол жақтағы нығметтерді ойлап, Аллах тағаланың разылығын ойлайтын болсақ, онда осы нәрсе бізді тез тоқтатады. Ұзат бермейік ме? Әлем айтыңыз. Пайғамбарымыз өзінің несі бар ғой? Ұсынған әрекеттер не істеу керек? Қазір лайфхак дедіңіз ба? Сондай нәрсе, егер де оны істейтін болсақ, әлбетте оның жемісін көреміз да. Ашуды ұстаудың лайфхагын ұстайын деп тұрсыз. Пайғамбарымыз сол жерде не дейді? Егер де кім ашуланса, онда не істесін дейді? Тұрып тұрған болса, отырсын дейді. Отырған болса, жатсын дейді. Немесе тағы да дәрет алсын дейді. Өйткені ол ашу, ол шайтан оттан, ал отты су өшіреді дейді. Яғни, енді қазір ғылымда да дәлелдеген ғой, адам ашуланған кезде мына бүкіл несі қосылып кетеді екен ғой. Бұлшық еттері күшті болып кетеді ғой, негізі адам айғайлап неткен кезде. Сонда соның барлығын қайтып орнына келтіретін бұл дәрет өте бір не екен ғой. Үлкен бір қасиеті бар нәрсе да. Егер солай істеген болса, иншалла, онда ол сабырлы болуға, ашуын жеңуге бір
өзіндік септігін тигізеді. Одан кейін ұстаз Азиз айтып отыр, пайғамбарымыздың осы көркем мінезге қатысты айтқан сөздерін, сүйіншілерін, Құрандағы аяттар, не осы нәрсені оқуды және соны санасында тоқу, ары қарай жаттау деген, соған амал ету деген сияқты нәрседе өзін көмектесетін бір іс нелер ғой, әрекеттер. Екіншісі бұл тағы да бір нәрсе, сабырлы адамдармен көбірек жүру бірге. Неге? Өйткені ол жұғады мінез. Жаңағы пайғамбарымыздың мынандай бір хадис бар ғой, субханалла, адам досының тілін әл-аруаху жунудун мужаннада дейді. Бұл адамдардың жаны басқа да жаратылыстар сияқты дейді. Фама таарафа мин талафа ва ма танакара мин ихталафа. Олар бір-бірін танып, араласқан сайын бір-бірімен істей береді, жақындай береді. Ал егер олар танымаса, қайшылыққа әрдайым түсетін болса, онда олардың арасы алыстайды дейді. Сосын ары қарай кетеді, әл-баттату ма әл-батта дейді. Үйрекпен бірге үйрек жүреді дейді. Үйрекпен қаз немесе аққу жүрмейді ғой. Сол сияқты адамдарда бір-біріне жаңағы мінез құлқы, әрекеттері немесе қызығушылықтары ұқсас адамдар бір-бірін тауып алады ғой, тезді табысып кетеді деген сияқты. Жаңағы қазақта айтады, қуды қу орманда жолықтырыпты деп ше. Мысалы сол сияқты адамдар өзі бір-бірін тауып алады дейді. Сонда бұған жалпы Ибн Халдун рахимахулла, ең жаңа әлемдегі алғашқы әлеуметтанушы деп айтсақ болады, социолог ғалым, сол кісі осы хадиске қатысты бір мұқаддимасында айтады да, адамдардың мінезі бір-бірінен ұрлайды дейді. Мен Азиз ұстазбен бірге жүрсем, ол кісінің маған бір нелер жұғады да. Жақсы мінездері, қасиеттері жұғады. Сондықтан жақсы адамдармен бірге жүріңдер дейді да. Бүгінгі күнде енді кезінде мысалы мынандай нәрсе болды ғой, егер де байқасаңыз, сол уақыттарда кезінде тука деген тренд кетті ғой, білесіз ба? Сол кезде көшеде біраз тука қаптап кетті ғой. Өйткені ананың сахнадағы несін істеп алды? Образын алды, яғни мінезін жұқтырып жатыр деген сөз да ол. Сол сияқты ол мінез жалпы жұғатын нәрсе екен да. Сондықтан оның жақсы нәрсені жұқтыруға тырысу керек. Қазір ана коучтардың айтатын сөзі бар ғой, жаңа 5 миллионермен жүрсең 6 миллионер сен боласың деп. Сол сияқты 5 көркем мінезді адаммен жүрсең 6 көркем мінезді адам сен боласың деп айтуға болады екен да. Сондықтан да Алла Тағала Құранда сол ізгілермен бірге болыңдар, жақсы адамдармен бірге болыңдар деп айтады ғой. Тағы да бір неде, бұл пайғамбарымыз көркем мінезге қатысты айтқан кезде, көркем мінезді адам ол бір мисік сатып жүрген адам сияқты дейді. Машалла. Жолап кетсең қасына не болады? Жақында тұрады, иә. Соңында өзіңе сіңіп те қалуы мүмкін, біреуін сыйлауы мүмкін саған деген сияқты жаңағы мисік. Ал енді жаман адам деген дейді, ол көрікті үрлейтін ұстау бар ғой, сол сияқты дейді. Ыстың арасында жүреді ғой, түтіннің арасында. Оған барсаң, қасына барсаң не болады? Түтіннің иісі жұғады. Иісі жұғады да, мысалы үстінен жаман иіс шығып тұратын болады. Сонда адам өзі білмей қалады екен да, бұл мінездің қалай жұқтырып алғанын. Машалла. Сол себептен тағы бір жаңағы айтып жатсыз ғой, тәсілдер ретінде осыны ұсынсақ болады да. Пайғамбарымызға дәрет алу неден бастап, одан кейін осыған қатысты білімдер үйрену және сондай көркем мінезді жақсы адамдар. Орталар таңдау отыр ғой, машалла. Орталармен, жақсы ортамен жүру ғой. Осыған байланысты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да айтады ғой, дос адам өзінің досының дінінде дейді. Демек соның мінезі жұғатындығын, соның қандай мінезі болса, қай салада жүрген болса, соған еріп кететіндігінді айтып тұр да. Сонда жаңағы мәшһүр Жүсіп атамыздың бір сөзі бар екен, есек пен атты ақарлас қылсаң, бір жерден жемдесе дейді да, мінездес болады екеуі деген екен да. Ат ешек бола ма, ешек ат бола ма, қайсысы? Соның қайсысы басың болса, соны тартып кететін болып тұр ғой. Кез келген бір болады ғой, кейде бір орталарға, бір орталар болады, бір жаңағы мінездері дұрыс емес орталар болады, оларға жақсылық жеткізгің келеді. Соны да ғалымдар айтады екен да, сол жерге өзіңе сенімді болып, сен жұқтыратын болсаң, бар дейді екен да, олардығын жұқтыратын болсаң, онда ол ортаға барма дейді екен. Осы сияқты мәселе ғой.
қалай негізі жақсы болып жатыр ма ұнап жатыр ма подкастымыз, жақсы ашылып жатсыздар ма, еркін бәрі жатсыздар ма? Иә. Жаңа Ғазиз имам көп сөйлеп кеттім деп қойды. Көп сөйлеу үшін шақырдық қой негізі бұл кісіні. Көп сөйлетіп сіздегі білімді әйтеуір елге жеткізейік деп ниетпен. Одан кейін мынандай келесі бір адамдар бар да қазір арамызда. Андай жақсы болып жүреді, күшті болып жүреді, бірақ бір танымалдылық келген кезде, байлық келген кезде, бір сондай бір басына бір бақ қонған кезде мінездер өзгеріп кетеді. Жақсы жағын емес, жаман жағын өзгеруін айтып жатырмын мен. Жаңағы көркем мінезді күшті адам болып жүреді да, осы танымалдылық, бір байлық келген кезде өзгеріп кетеді. Оның достары да айтып жүреді, ана пәленше өзгеріп кетті қараңдар, анау өйтіп кетті, мынау бүйтіп кетті деп. Осы нәрсе негізі адамның ана ішінде жүріп ашылып кете ма, или шынымен де сондай нәрсе адамды өзгерте ма? Байлық, танымалдылық деген нәрсе адамды шынымен де өзгерте ма? Неге олай болады жалпы? Жалпы бұл негізі өзгертеді адамды. Адамға ол сынақ деп қабылдасақ болады. Бір нығмет келуі, ол дүниелік нығмет болуы мүмкін, бір дәреже болуы мүмкін, бір дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Осы келген нығметтер, кез келген нығмет адамға сынақ ретінде келеді, ол міндетті түрде адамның мінезіне әсер етеді. Сол кезде адам өзгермеуге тырысатын болса, оған әртүрлі мотивациялар болуы мүмкін. Ең үлкен жаңағы оны ұстап қалатын нәрсе ол дін. Өйткені дін бұл дүниені ғана қамтымайды, ақиретіңді еске салады. Тірілген кезде менің дәрежем қандай болады, мына дүниеде мақұл, бәрі қошеметтеп, барлығы жаңағы сенің мақтаумен өтуі мүмкін, бірақ ақиреттегі дәрежем қандай болады деп. Сонымен ұлық болсаң кішік бол деген біздің аталарымыз сөзін ұстанып, оның бәрі діннен алынған ғой. Сол арқылы ол өзін өзі емдемесе, онда ол сол жаңағы ауру арқылы сол құрдымға кетуі мүмкін. Жаңа құрдымға кететін болса, онда ол иншалла ол дүниеде де ақиретінде бақытсыздығына жетеді ғой енді. Сондықтан енді иншалла бұл дүние ғана емес, дүние жаңа байлық қана емес, бір жаңағы жеткен дәреже ғана емес, жоқшылық та оны өзгертіп беруі мүмкін. Оған мына көбінесе ғалымдарымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген хабарлар арқылы бір мысалдарды келтіреді. Бар кезде өзгеріп кету оңай ғой, бар болып тұрған кезде. Жоқ болған кезде де солай өзгеру мүмкін екен адам. Мінез, көркем мінез дегеніміздің ішінде ұстамдылық, сабырлылық кіреді ғой, бойсынушылық, рахымдылық, батырлық деген нәрселер кіреді ғой. Енді жаңағы бар кезде адам батыр болса, батырлық деген жаңа көркем мінездің ішіндегі сипат қой. Батыр болса, ол сипаты болса, көркем мінезі болса, оған қаншама адамдар, қанша жаңағы құрмет көрсетіп, оның мінезінің өзгеруіне құрметтерді әсер етеді ғой. Сол кезде осы дәрежені маған беріп тұрған Алла ғана деп Алламен байланыстырып жібереді да, өзім ешкім емеспін ғой, мен деу арқылы емдей алады. Ал жоқшылықта сондай өзгеріп жіберетін болса, жоқ кезінде де осы мені Аллах Тағала осы жоқшылық арқылы бір иншалла жақсылықты береді, және немесе ақиретте үлкен дәрежелерге жеткізеді деген сеніммен өзін құтқара алады. Бірден Абу Зар Ғифари пайғамбарымызға бір мансап сұрап келеді ғой, әскер бастығы да. Сосын пайғамбарымыз көңіліне қарап жарайды деп айта салмайды да, керісінше қайтарып жібереді. Өйткені сенің әкеңде ондай жоқ, сенің өзіңде және әкеңде ондай мінез жоқ дейді да. Сөйтеді да, кімді қояды сол жерде? Усаманы қоя ма? Сол кісіні қояды да, неге әскер басы қып. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісінің жаңағындай бір мансапқа келетін болса, мүмкін ақыретіне зиян болады оның. Біріншіден ол, екіншіден ол жерде бір үлкен жауапкершілік тұр, оған мінез керек деген сияқты. Сондай нәрселерден пайғамбарымыз ескере отырып, оның ішкі және жаңа рухани халін, сондай-ақ жаңа қабілеттерін бағамдай отырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бас тартқанда, керісінше жаңағы
лайықтырақ, қолынан іс келеді деген мінезі соған лайық деген адамды сондай мансапқа тағайындады да. Әлбетте мансап болсын, байлық болсын, Алла тағала өзі бір оған бір дайын болған кезде Алла тағала береді да. Біреуге ол сынақ болуы мүмкін, біреуге керісінше сауабын арттыруға бір мүмкіндік болуы мүмкін да. Сондықтан ана кім радиаллаху анху, Али радиаллаху анху өзінің бір сөзінде айтады да, сендер басшылыққа жетпес бұрын әдепті үйреніңдер дейді. Яғни мінезді не істеңдер дейді, мінездеріңді дұрыстап алыңдар дейді. Өйткені ертең ана жаққа барған кезде бұзылып кете салу өте оңай да. Мансап болсын, басқа байлық болсын деген сияқты. Немесе біреулер өзінің қабілетіне мастанып, ешкімді менсінбей Алланы ұмытып кетуі мүмкін да. Міне бұның барлығы алып келген кезде не болып тұр? Көркем мінездің несіне кірмей тұр да, аясына. Алла разы болсын. Жақсы мәліметтер бердіңіздер. Одан кейін мынандай адамдар бар да, өзіміздің тарамызда да. Мінезі енді нашар жігіттер бар. Жігіт десін, қыз нашар, мінезі нашар адамдар бар. Олардың айтатын уәжі былай да, сен оларға бірдеңе ескертіп айтсаң, өзім осындаймын енді. Не істейсің енді? Осылай қабылда мен мінезім осындай. Өзгермеймін дейтін адамдарға не айта аламыз неге? Жалпы олар өзгере ала ма, или біз оларды солай қабылдауымыз керек па? Енді оның мінезі шынымен де адамдарға кедергі келтіріп жатыр. Ажуланып кетеді, жаңағыдай ыңғайсыз, не дейді, қырсық деген сияқты бір жұмысқа, жан-жағындағы қоғамға кедергі келтіретін мінездері бар. Сен оны айтсаң, мен осындаймын деп айтады. Енді олармен не істейміз? Араласамыз ба, олармен араласпаймыз ба? Жалпы мінезді өзгеруіне байланысты Алла тағала адамды жаратқан кезде өзгеретін қылған да. Адам бір қалыпта тұрмайды ол. Ол жаман жаққа қарай өзгереді, не жақсы жаққа қарай өзгереді. Сол жақсы жаққа қарай өзгеру арқылы өзінің жаратушысының разылығын тауып, дүниеде де үлкен дәрежелерге жете алады, ақиретте де қайта тірілген кезінде жәннаттың төріне бара алатындай дәрежеге жете алады. Оған Құран дәлелі негізі, еркін ұстаз. Құранның дәлелі ол Аллах тағала өзгеретін қылып, осы көркем мінезге келуге адамды қалыпты қылып, соған лайықты қылып жаратқан. Оған дәлел еркін ұстаз айтқандай, мен көркем мінездерді кемеліне жеткізу үшін келгенмін дейді. Оған жететін нәрселерді де Аллах тағала берді. Жалпы осы дін дегеніміз не деген кезде, құлшылық дейміз ғой, намазымыз бар, оразамыз бар, қарап тұрсаңыз, зекет, қажылық дейді. Бүкілі адамды осы көркем мінезділікке тәрбиелеу үшін түсірілген амалдар. Намазды айтады Аллах тағала, сені жамандықпен арсыздықтан тиятын нәрсе осы деп намазды берген. Бүкіл жаңағы нәпсімізді Аллаға ұнайтындай етіп тәрбиелеп алуға оразаны берген. Жаңағы дүниелікте, ақиреттікте Аллах тағалаға ұнайтындай дәрежеде өзіміздің бойымызға сабырды, жақсы мінездерді қалыптастырып алуға қажылықты берген. Жаңағы өзіміздің жаңағы сараңдығымызды емдеуге зекетті берген деген сияқты бүкіл құлшылықтарды алып қарасаңыз, осы көркем мінезге жұмыс істейтін сияқты ғой. Сонда мінезді өзгертуге өзің жұмыс істеуіне Аллах тағала қабілетті де берген, уақытты да берген, мүмкіндікті де берген. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы туралы айтады. Біреу мінезін әдемілесе, көркем мінезге ие болса біреу, ол түнімен намаз оқып, бүкіл күнін ораза ұстаған адамның дәрежесі Алланың алдында қандай болады? Соған сол мінезін көркемдеу арқылы жетіп алады дейді. Демек, жасау керек оны. Мінезді әдемілеуге адам жұмыс істеу керек екен. Абай атамыздың 37-ші қара сөзінде ұмытпасам, сол жерде мына сөз келеді. Мен закон қуаты қолында, күші қуаты қолында болған адам болсам, мінез өзгермейді деген адамның тілін кесерем деген бір сөз бар. Ол кісі қайдан алып тұр бұл сөзді? Бұл Құран мен хадистен алып тұр да. Мінез өзгереді.
біреу мен осылай туылдым, осылай өмірден өтем, ол қалай өзгертемін деу, ол үлкен қателік және үлкен бір Алла Тағаланың беретін дүниелік, ақиреттік нығметтерінен айырылған адам деп есептесек та. Сондықтан өзгеруге адам өзі қадам басу керек. Шамалы жұмыс істеу керек. Басында да айттым ғой, жұмыс істеуге ең лайықты жаттығатын жер ол отбасың. Сол отбасына әдемі мінез көрсетсең, қайта көрсете берсең, біреу қатал болуы мүмкін отбасына, бірақ ол жаттығуларды бірте келтіреді. Біреу бүйтуі мүмкін да. Бүгін 1 сағат әдемі болайшы отбасыма. Біреу сосын түске шейін, сосын түстен кейінгі асыр. 1 күн, 2 күн осындай мінездерді қалыптастырайшы бойыма деу арқылы өзгерте алады. Өзгертуге қадам басса, Алла өзгертеді оны. Ол мен өзгертіп, өзімнің күшім деп қасақта болмайды да. Бүкіл мүліктің иесі болған Аллах Тағала қадам бассақ болды, жақсыға қарай бізді өзгертеді иншалла. Ва ма тауфиқи илля билла дейсіз ғой. Иншалла. Маған сондай нәрселерді мүмкіндік беру, бұл Алла Тағаланың тек сәттілігі дейді. Алла Тағаланың сәттілігімен, ол жаңағындай адамдар, ол өтірік айтатын адамдар. Мен мінезім өзгермейді, осылай қалам бітті деген нәрсе, өтірік айтады бұл. Адам, кез келген адам өзгере алады, егер өзін дұрыс тәрбиелесе, жақсы жаққа қарай. Оған дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірін алып қарайтын болсаңыз, Омар радиаллаху анху исламға келмей тұрған кезде қандай еді? Исламнан кейін, исламға келгеннен кейін қандай болды? Егер өзгермейтін болса, онда Омар радиаллаху сол күйінде қалар еді, мысалы. Демек, бұл оларды өзгерткен нәрсе сол иман болып тұр да. Алламен байланыс. Сонда пайғамбарымыз осыған мінезге қатысты мынандай бір баға береді да. Жақсы мінез дейді, көркем мінез. Ол иманның көрінісі дейді. Мықты екендігінің көрінісі. Ал жаман мінез бұл иманның әлсіздігінің көрінісі деп айтады. Яғни біз мұсылмандық, ислами тұрғыдан алып қараған кезде осылай баға береміз да. Жаңағы көркем мінезді адам, яғни ол иманы жақсы, күшті деген. Машалла. Және бұған енді бағанада айттық, білімді үйрену арқылы келген болса, мінезді де дәл солай үйренеді. Әрбір қасиетті, әрбір сипатты адам бойына сіңіру үшін оған белгілі бір дәрежеде еңбек ету керек, тер төгу керек. Алла Тағала Құранда айтады ғой, ешкімді бүйтіп керемет қылып Алла өзгертпейді, адам өзі қашан қадам жасамайынша алғашқы қадамды. Рағат сүресінде ма келеді, жаңағы бір аятта астағфиру билла, инналлаха ла юғайру ма би қаумин хатта юғайру ма би анфусихим. Анығында Алла Тағала бір қауымды өзгертпейді, олар қашан өздері өзгермейінше дейді. Яғни демек кез келген жаңағы адамның өзгеруі тек өзіне ғана байланысты да. Егер жақсы жаққа қарай қадам басқан болса, келесі қадамдарды Алла Тағала міндетті түрде жеңілдетіп қояды, қалдырмайды. Өйткені оның ішкі ниеті, ықыласы сондай өзгерем деген болып тұр да. Ал өзгермеймін деп те жаңағы айтқан адамдар, бұлар жалқау, өтірікші және дамығысы келмейтін адамдар. Қазір енді белең алып жатқан мәселелер адамдардың арасында қатты тарап кеткен. Көре алмаушылық, рия, ғайбат сияқты мәселелер осы көркем мінездің ішіне кіре ме? Жалпы көркем мінездімін деген адамның бойында бұл нәрселер болу керек, болмау керек па? Жалпы көркем мінездің ішінде мүлдем осы сіз айтқан қасиеттер болуы мүмкін емес. Біріншіден, жалпы рия, көре алмаушылық деген нәрселер қарама қарсысы ғой енді. Мына ихсан деген нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына бір шаршағаны білінбейтін, киімі таптаза, бірақ ешқайсымыз көрмеген бір кісі келді дейді ғой. Бәріміз көрдік дейді сахабалар. Сөйтіп тізесіне жақындап отырып сұрақтар қойды. Сол сұрақтардың ішінде ихсан туралы не айтасың дейді ғой. Ихсан деген кезде, ихсан туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сен Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың дейді. Егер де оны көріп тұрғандай бола алмасаң, онда сені ол көріп тұрғандай құлшылық жасауың. Жаңағы құлшылық деген нәрселеріміз ол риядан сақтану да құлшылық. Біреуді ғайбаттамауыңыз да құлшылық. Ихсан сізді Алла көріп тұр деп есептеуіңіз ғой. Демек, көркем мінезді болуға, Еркебұлан ұстаз айтқандай, адам өзін өзі талпындырмаса,
баяғы жартас сол жартас күйінше Алла белгілеген өмірден өтіп кетеміз. Соған келу үшін, соған шейін жету үшін жаңағы рия, ғайбат деген нәрселерден сақтануға бізге ихсан керек қой. Алла мені көріпті ғой қазір. Мен мысалы осы жерде отырамын да, бір пәленше деген кісі бар ғой деп бастайын деп атам да сізге. Ғайбат болмасын да қоясыз. Бастайын деп, ғайбат болып кетпесін әйтеуір. Ғибрат ретінде айтайын деп қоюымыз мүмкін ғой. Иә. Сөйтіп бастайын, бірақ ол ғайбат негізі. Осы кезде менің санамда Раббым, Алла мені көріп тұр ғой деген жаңа ихсан оянбаса, Сезім болмаса, онда мен осын баса берем, айта берем. Ол міндетті түрде көркем мінездің сипатына жатпайды ол. Ол оның қарама қарсысы. Рия да дәл сол сияқты. Рия жаңағы ықыласқа қарама қарсы ғой. Ихлас ол жүректе болады. Сол ықыласты періштелер де білмейді екен да, Раббың ғана біледі екен да. Сол ықылас жүректе оянбайынша адамда рия оянып кете беруі мүмкін екен. Ол көркем мінезге жатпай қалады негізі. Осындай. Жаңа жүрек деп жатсыз ғой енді. Осы көре алмаушылық, рия, жаңа ғайбат тақырыптарында біз мына жерде енді жүректен болатын дерттердің есебінен ғой оның бәрі. Соған байланысты мына Еркебұлан ұстазымыздың жүрек дауасы деген кітабы Алла қаласа жақында осындай көрермендерге жол тартқалы жатыр. Енді шығайын деп жатыр осы кітабымыз. Жүрек дауасы деген. Ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы жүрек дерттеріне байланысты 40 хадисі бар. Ұстазымыз соны жақсылап жинап, ұстаз, мен шатаспасам тек қана хадистер ғана емес, оның ар жағында қалай амал ету керек оған, ол хадистер түсіндірмесі бар, иә. Керемет екен. Осы туралы бір тоқтап кетіңізші өзіңіз. Көре алмаушылық, рия туралы әңгіме шықты ғой енді. Хадис ұстазымыз жүрекке байланысты, жүрек дерттерін қозғап кетті осы кезде. жаңа айттыңыз ғой, рия деген сияқты мәселелерді. Соған қатысты мына ішінде бір керемет хадис бар да. Адамның дейді, мына несіне танауына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына тұмсығына Алла жолындағы шаң мен тозақтың түтіні кірмейді дейді. Бұл қалай түсінеміз деген кезде, жалпы оның бойында тозаққа апаратын мінез бен жәннатқа апаратын қасиеттер бір уақытта болмайды дейді. Ол не жәннатқа апаратын мінездер болады оның бойында тек қана, немесе тозаққа ғана апаратын мінездер болады да. Жаңа рия деген нәрсе ол тікелей сол бүкіл амалдарды, жақсылықтарды, сауапты жоятын бір жаман мінезді ол. Сондықтан егер де оның бойында рия болса, онда емделу керек деген сөз да. Егер жәннатқа кіруді қалайтын болса. Алла разы болсын. Сондай бір нелер бар. Байланысты шыққан кітап қой осы, не? Емделгісі келіп жатқан кісілерді емдеп бере алады ғой. Алла қаласа. Иншалла. Оқса, Алла қаласа. оған амал етсе, оған амал ететін болса. Алла берекет берсін, Еркебұлан ұстаз. Жалпы жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, адамның денесінде бір ет бар дейді. Ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Ол дұрыс болса, бүкіл дене дұрыс болады дейді. Ол жүрек деген екен да, иншалла. Соған байланысты шыққан кітап екен. Қуанып жатырмын, машалла. Алла берекет берсін. Сол рухани. Алла қаласа енді шығады, алып оқиды, иншалла. Мынау сигналдық нұсқасы дейді ғой жаңа. Жаңа сіз айттыңыз ғой, өзгергісі келмейтін, дамығысы келетін кісілер, жаңа өзгергісі келмейтін кісілердің айтатын ол жалқаулық дедіңіз ғой жаңа. Жалқаулық енді. Жалқауланбай осы кітапты оқыса, Алла қаласа. Иә. Пайда беретін болып тұр. Пайда беретін болып тұр ғой, жүрегінде дерті бар кісілерге. Кішкене мотивация да береді, рухани тұрғыда да. Рухани тұрғыда мотивация да береді. Иншалла. Енді жақсы бір адамдарды жақсы жаққа өзгертетін сондай бір жақсы бір еңбек болсын. Алла қаласа. Аумин. Алла разы болсын. Енді бүгінгі подкастымыз, енді бүгінгі видеомыз көрерменге бір жақсы пайдалы болып, жақсы бір ақпараттар берді деп ойлаймыз. Енді бүгінгі көркем мінез туралы болды ғой. Енді бір соны бір түйіндесеңіздер. Жалпы көркем мінезге қалай, енді бағанан бері жақсы айттыңыздар. Соны бір көркем мінезге қалай жетеміз деп бір қысқаша бір түйіндесеңіздер. Өзгергісі келетін, дамығысы келетін кісілерді айттыңыз ғой жаңа. Өзгергісі келетін, дамығысы келетін кісілер бірінші осы мінезді өзгертеді деп айттыңыз. Соны бір осы жерде бір түйіндеп, жақсылап әдемілеп бүгінгі видеомызды аяқтап берсеңіздер. Енді қысқаша бір-екі ауыз сөзбен айтатын болсақ, ол иманды күшейту, сол жолда еңбек ету, екіншісі білім алу. Өйткені білім болмаса, оны қайта-қайта өзінің есіне түсіріп,
білетін нәрсесі болса да оны ары қарай дамытып отырмаса, ол адамда мынандай нәрсе болмайды дейді, тұрып қалу деген нәрсе болмайды дейді. Не ол үнемі алдыға жылжып дамып отырады, немесе артқа кері кетіп отырады дейді. Үшінші мәселе, бұл жақсы, жаңа неде айтқандай, подкасттың барысында айтқанымыздай, мінез құлқы көркем, сондай бір жақсы жандармен бірге жүру. Сол олардың жақсы мінездерін өзіне бойына жұқтыру үшін. Міне осындай бір қысқаша ретінде айтсақ болады: иман, білім, сосын орта. Мынау енді иншалла көркем мінез деген ауқымы кең дүние болғандықтан, бұған ие болу әрбір Алла Тағаланың жаратқан адамдарына осыған қадам басу міндет. Өйткені дүниемен ғана шектелмейміз, ақиретіміз бар. Дүниеде де көркем мінез пайда береді. Көркем мінез деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәде еткендей, рызықтарың да көбейеді деп берген жері бар. Рызығың көбеюге осы көркем мінез себеп болады. Дәрежеңнің өсуіне көркем мінез себеп болады. Және бір сізбен жауласып жүрген кісіге, сізбен досқа айналып кетуіне көркем мінез себеп болады. Демек, оған не істеуіміз керекпіз деген кезде, осы жаңа айтылған мынау кітаптарды оқимыз ба, басқа ұстаздардан білім аламыз ба? Еркебұлан ұстаз айтқандай, білім өте маңызды бұл жерде. Қайтсек Аллах Тағалаға ұнаймыз, қайтсек көркем мінезді бойымызға қалыптастырамыз деген білім өте маңызды. Демек, ақиретте біздің жаңағы бүкіл амалдарымыздың таразысы тартқан кезде ауыр басатын нәрсе осы көркем мінез. Ішінде жаңағы рахымдылық, жұмсақтық, жомарттық, батырлық бүкілі кіріп тұр да. Осынан жаңағы біздің бойымызға қалыптасқан болса, онда дүниеде де ақиретте де бақытқа жетейін деп тұрмыз. Демек, осы дүниеде біз іздену керек. Жаңағы Еркебұлан ұстаз айтты ғой, ешқандай қауымды Аллах Тағала өзгертпейді, өздерің өзгертпейінше дегендей, біз өзіміз өзгертуге қадам басу бізден, иншалла. Алла берекет берсін. Жаңа ризық деп айттыңыз ғой, көркем мінезді. Енді ол шын мәнінде де ақиқат. Қазір кәсіпкерлер айтады да, егер де сенің адамдармен мәмілең, коммуникация дейді, байланысың жақсы болған болса, сенде соғырлы мүмкіндіктер көбейеді дейді. Таныс болады, ол бірдеңемен айналысады. Сөйтіп адам не істейді? Кәсібін дөңгелетіп кетуіне бұл өте үлкен септігін тигізеді деп айтады да. Ой, дүниелік тұрғыда ғой. Иә. Пайғамбарымыздың сөзі ақиқат болып тұр да бұл жерде. Адамның ризығына, табысына көркем мінезінің әсер етуі. Біреу алаяқ болса, сізбен кім нетеді? Араласқысы келеді да, мысалы, алда кім сауда жасайды, ол қорқып тұрады, қашып жүреді дегендей. Ризығың артады десең, біраз адам көркем мінезді болайын деп тұр ғой қазір. Қазіргі өте актуальный тема ғой. Кімге не істете алмай жатсың, соған ризығың артады деп айтсаң, соған бірден істей бастайды ғой. Алла разы болсын, ұстаздар, бүгінгі бізді подкастымызға келіп, қонақ болып, осындай бір мәнді, сәнді ақпараттарыңызбен бөлісіп жатқандарыңызға. Ал енді сіздерге, көрермендер, айтарымыз, бүгінгі подкастты тек қана тыңдап қоймай, оны амалға асырған кезде Алла қаласа сіздерге пайдалы болады. Біздің подкаст әйтеуір тек қана тыңдалатын емес, сіздер соны тыңдап амал ететін подкасттардың қатарынан болуды Алла бізге нәсіп етсін. Бүгін біз Имандас подкастында Ғазиз ұстазымызбен және Еркебұлан ұстазымызбен имандасып осындай отырып әңгімелестік. Амандықта, саулықта, келесі подкастта жолыққанша. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.